Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Егер адам күнә істеп, күнәсін қайталай беретін болса, күнәсін қоя алмай жатса, үміт үзбеу керек. Али радиаллаху анху, пайғамбарымыздың көрнекті сахабасы, былай деп айтқан екен: сендердің ең жақсыларың сондай күнәға бой алдырып, кейін содан тәубе ететін адам деген. Сонда бір кісі сұраған екен: егер ол күнәсіне қайтадан қайтып барса ше, деп сұрақ қояды. Сонда Али радиаллаху анху ястағфируллаха ва ятуб, Аллахтан кешірім сұрап тәубе етеді дейді. Жаңағы сұраған кісі фаин ада, егер күнәсінен тәубе етіп кешірім сұрағаннан кейін тағы да сол күнәні қайталап істеп қойса ше, ястағфируллаха ва ятуб, Али жауап береді: Али тағы да кешірім сұрап тәубе етсін дейді. Тағы да қайталаса ше, кешірім сұрап тәубе етсін дейді. Сонда жаңағы кісі қашанға дейін? Сонда Али айтқан екен: қашан шайтан шаршағанға дейін дейді. Шайтан үміті үзіліп шаршағанға дейін қайталай берсін. Күнәні қайталап істеп қойса, қайталап истиғфар айтып кешірім сұрай берсін деген. Бұл сөзін Ибн Аби Дуня өзінің кітабында келтірген. Бұл сөзден көретініміз, Али радиаллаху анхудың сөзінен, яғни адам, мұъмин адам, жүрегінде иманы бар адам, күнә істемейтін адам емес, күнә істеп қояды. Ол күнәні қайталап істеуі мүмкін. Мысалы, біреу жаман кинолар көріп қояды, кейін тәубе етеді Аллах тағаладан. Мен біраз уақыт жүреді, нәпсі азырып, тағы да көріп қояды, тағы да тәубе ете берсін. Біреу музыканы тәубе етеді, қояды, харам екенін білгеннен кейін, бірақ қайта сол күнәға қайтадан бара беруі мүмкін. Сол кешірім сұрап тәубе етуін тоқтатпау керек, жалықпау керек, үміт үзбеу керек. Мен бұл күнәні қоя алмаймын деп. Миллион рет істесең де, миллион рет артынша тәубе етуге асық. Өйткені сен сол күнәлардың арасында күнәдан кейін тәубе етіп, кешірім сұрағаннан кейін өліп кететін болсаң, Аллах тағала сені кешіріп, тәубеңді қабыл еткен болады. Ал егер кешіктіріп, мен бұл күнәні қоя алмаймын, бәрібір істеп жүре берейін, кейін бірақ тәубе етемін десең, жоқ, олай тәубе ете алмайсың. Тәубе етсіз кетіп қалуың мүмкін бұл неден. Сол үшін тәубе етуден жалықпау керек.